вот менің курсымды бітірсең 100% жұмысқа тұрасың, 500 мыңнан астам зарплата алып, егер де жұмысқа тұрмасаң, мен саған ақшаңды қайтарып берем деген жарнамаларға әлі де сеніп жүрсіз бе? Негізінде сіз сияқты шынымен де сеніп қалатын қаншама қара халықтар бар, иә? Осындай IT курстарға 500-600 мыңдап, рассрочкаға кіріп, кредиттерді алып, осының барлығын оқимын, ойбай білім аламын деп барады да, ақыр соңында 0 нәтижеменен бастары салбырап қайтатын адамдар жетерлік деп журналистер ұқсап таза қазақи сөйлеп кеттім ба? Простой тілмен айтатын болсақ, шынымен де осындай адамдар өте көп. Осындай адамдарға как раз таки мына видео арналған. Соңына дейін қараңыздар. Енді бұндай курстар сіздерді қалай алдайды? Не деп олар сізге нені айтпайды? Ар жағында не жатыр? Сол туралы мен сіздерге ащы болса да шындықты бүгін айтатын боламын. Сіздер IT курстарды бітіре салысымен, мынандай мифті миларыңыздан алып тастаңыздар. IT курсты бітіре салысымен, қандай да курс болмасын, қай IT сала болмасын, қандай компанияның мықты курсы болмасын, ол курсты бітіре сала сізге ешкім жұмысқа гарантияны бере алмайды. Вот, точка. Вообще сенбеңіздер. Гарантияны жұмысқа тұрғызамын деп ешкім IT-де сізге бере алмайды. Даже танысыңыз болсын, ағаңыз, көкеңіз болса да, IT-де сіз по блату жұмысқа кіріп, жұмыс істеп кете алмайсыз ары қарай. Сондықтан да бұндай нәрсені, бұндай мифті миларыңыздан алып тастаңыздар. Біз миымыз сондай бір жеңіл, осындай әдемі историяларға сенгіміз келеді, бірақ та сіздерге вот қазір точно айтам, бұл бәрі өтірік, бұндайға сенбеңіздер. Енді олар сіздерді қалай алдайды? Олар сіздерге айтады, мына курсты бітіргеннен кейін 100% трудоустройство дейді да. Оказывается, трудоустройство дегеннен кейін договорды ашып оқысаңыздар, сіздер қол қойып қоясыздар, договорды ашып оқысаңыздар, оның астында кәдімгідей бір список бар екен. Кішкентай мелким шрифтом жазып қояды. Мынандай списоктардың бәрін, осының бәрін жасап бітірген адамға, осының бәрін жасаған жағдайда біз сізге ақшаңызды қайтарамыз. Осының бәрін жасап тұрып сіз жұмыс таппайтын болсаңыз, біз сізге ақшаңызды қайтарамыз дейді. Кәдімгідей бір невыполнимый условияларды жазып қояды. Например, там бір аптада 100 собес өту керексің. Және сол 100 собес өткеніңді дәлелдеу керексің. Сол сияқты неше түрлі нәрселерді жазып қояды да. Осының бәрін істеп бітіріп, сосын барып сен жұмыс таппадым деп кел, біз сонда саған возврат жасаймыз дейді. Түсінікті ғой? Бұның барлығы негізі. Енді мүмкін возврат шынымен жұмысқа таппай, возврат алған адамдар бар шығар, иә? Бар болса астыға жаза кетіңіздер. Былай қарап тұрсаң алдап атқан жоқ, договорда бәрі жазып тұр. Бірақ оны алған адам, оны договорда оқып отырмайды ғой. Видеода, маркетингте жаңағы рекламный видеода айтқан сөзге сеніп қалды да, ар жағын оқыған жоқ, курсты сатып ала салды сразу кредитке, рассрочкаға, в общем, сөйтіп қораға кіріп кетті солай. Осындай адамдарға көздерін ашу үшін мына видеоны түсіріп отырмын сіздерге. Сенбеңіздер, ондай нәрсе жоқ. Бұл жерде негізі сіздерді курс былайша айтқанда алдап атқан жоқ, ол адамдар даже. Потому что курсты оқимын деген адам негізінен іштей өзі не нәрсеге дайын болу керек. Көп адамдарға, конечно, бұл майдай жағады да құлағына. Бірақ та өкінішке орай, сіз курсқа барған кезде курс сіз үшін жай ғана бір бүкіл жұмыстың тек қана 20%-ін ғана орындайды. Қалған 80%-ті сіз өзіңізге байланысты өзіңіз орындау керексіз. Сіз курсқа барғанда бір курсты волшебная палочка деп ойламау керексіз да. Ол жерге барғаннан соң курсты бітірдім, бітті, мен ертең жұмысқа ала салады деген ойды ойламаңыздар. Ондай болмайды. Ол тек ертегіде. Сіз курсты бітіресіз, курсты бітіргеннен соң сізді пустой резюмемен, ешқандай опытсыз, ешқандай проектсіз, ешкім даже собеседованиеге шақырмайды. Вот мен сіздердің көздеріңізді ашайын. Ешкім сіздерді даже собеседованиеге шақырып, сіздің резюмеңізге қызығып, сізге звондамайды адам. И отырасыз просто так, бәріне подаваться етіп. Ондай болмау үшін не істеу керек? Бірінші очередь, сіз курсты бітіргеннен кейін стажировкаларды іздейсіз. Тегін болса да, онлайн болса да стажировка іздейсіз. Екіншіден, сіздің портфолиоңызға реальный проекттер керек. Реальный проекттер қайдан аламыз?
интернетте өте көп открытый данныйлар бар. Открытый данныйларды аласыз, жүктейсіз, солармен неше түрлі дэшборд жасайсыз, АБ-тест жасайсыз. Например, Kaggle деген сайт бар. Сол сайттың ішінде неше түрлі АБ-тесттер бар. Соның барлығын өзіңіз самостоятельно жасап көріңіз. Соны жасап көргеннен кейін, полностью түсініп алғаннан кейін, кәдімгідей бір проектті жасадым деп резюмеңізге қосып қойсаңыз, сіз үшін бұл жирный плюс болады. Жай ғана курс бітірген адам, ол HR-ларға қызық емес. Курсты бітіріп атқан адамдар миллион. Сондықтан да сіздің опытыңыз, сіздің проекттеріңіз өте қызықты болады. Көп проект жасасаңыз, өзіңізге үлкен плюс. Келесі, енді қандай кезде сіз өзіңіз оқи аласыз? Көп адамдар айтады ғой, көп курстар маркетингтерінде былай айтады да, вот, бізге кел, сен өзің никак оқи алмайсың деген сияқты нәрсені транслировать етеді. Негізінде барлығын өзің талпынсаң оқуыңа болады. Тегін информациялар интернетте өте көп. Егер де сіз өзіңіз самодисциплинированный адам болсаңыз, кәдімгідей өзіңіздің алдыңызға мақсатты қойдыңыз, міне мен мынаны бір айдың ішінде оқимын деп, мына курсты бір айдың ішінде оқимын, мына кітапты бір айда бітіремін деп курс алдыңызға қоясыз, күн сайын қанша уақыт бөлесіз, соларды бөле алатын сондай самодисциплинированный адам болсаңыз, және де сіз кішкене IT-ден хабарыңыз бар болса, сондай жағдайда сіз самообучение арқылы өзіңіз тегін үйрене аласыз. Әрине, бұл кішкене бір көп уақытты жұмсайды, тернистый путь. Сіз бұл жерде бір керекті де, керек емес информацияны да барлығын қосып оқу керек боласыз. Себебі сізде енді четкий план жоқ қой, сіз өзіңіз әлі білмеген соң. Өзіңіз бастап жатқасын, оның бір минусы, сіз кейде ненужный информацияларды да оқып аласыз, соның барлығын қамтып, ұзақ уақыт алуы мүмкін сіздің оқуыңыз. Ал егерде сіз өзіңізге дисциплинаңыз жоқ болса, сізге егерде ментор керек болса обязательно, және де болады жаңағыдай адамдар, вот сол менторсыз оқи алмайды, өзі обязательно там бір сұрақтың жауабын біреу полностью түсініп, мына тақырыпты бір сұрақтың жауабын таппайынша келесі жаққа өте алмайды, прям сондай идеальный, бәрі идеальный болу керек деген сияқты сондай адамдарға әрине қиын болады өзі оққан. Сосын тағы да егер де сізде четкий план керек болады. Мысалы, курстың арқасында сіз структурированный, четкий планыңыз болады. Неден кейін нені оқу керек, қайсыны қанша уақыт оқу керек, соның барлығын сіз курсқа барсаңыз, тез және өзіңіз оқып бітіре аласыз. Вот, курс сізге тек осылай көмектесе алады. Сіздің біліміңізді жабады. Осыдан кейін ары қарай уже опыт, практика, оның барлығы, жұмыс, оның барлығы сіздің тек қана өзіңізге байланысты. Мен өзім қалай бастағанымды айтып кетейін қысқаша. Мен өзім негізі мен де ментормен бастадым деп айтсам болады. Себебі мен Теле2-ға стажер ретінде келгенмін, стажер ретінде бастаған болатынмын. Оған дейін де көп жерлерде дата-аналитик болып жұмыс жасап жүрдім универдің базасыменен. Бірақ та ол кезде полностью прям вникать етіп түсінбедім да. Именно дата сайенсқа, вот, дата сайенсты полностью түсінбедім. Теле2-ға келген кезде менің руководителім өзі жаңағы Яндекс школа анализа данных деген бар, Яндекс шат. Үлкен мектеп дата сайенстың. Сол мектепте мұғалім болып жұмыс жасайтын параллельно менің руководителім. Сөйтіп менің жолым болып, ол кісі мені 6 ай бойы прям четкий планмен дата сайенсқа қалай кәдімгідей үй жұмысын беріп, тақырып талқылап, сұрақ қойып, кәдімгідей мектепте оқыған сияқты 6 ай бойы мен былайша айтқанда индивидуальный курс алдым ол кісіден. Соның арқасында менде мықты база пайда болды. Әрі қарай уже қалған нәрсенің барлығы практикамен жұмыс істеу барысында үйрене бастадым. Әрі қарай солай дамып кеттім. Дамытып жатырмын, әлі дамып жатырмын, дамып кеткен жоқпын. Вот, мен өзімнің личный историям осылай басталды. Сондықтан да менікі не совсем самообучение. Сондықтан менің дата сайенсқа кірген, дата аналитика емес, бұл дата сайенс уже. Дата сайенсқа кірген жолым, былайша айтқанда 6 ай уақытты алды. Дата сайенс пен дата аналитика ол екі түрлі, ол туралы полностью бәрін әлі алдағы жақта айтатын боламын. Келесі видеода сіздерге прям тегін
план, өзім оқимын деген жаңағыдай курсқа ақшасы жоқ кісілер болса, немесе курс алғысы келмей өзі оқығылары келетін адамдарға четкий планды келесі видеода сіздерге тегін айтып беретін боламын. Неден бастау керек, кәдімгідей материалдарды, ссылкаларды барлығыменен бөлісіп, неден кейін нені оқу керек, соның барлығын келесі видеода айтып беремін. Жазылып кетіңіздер, обязательно қолдап, комментарий жазыңыздар. Мүмкін шынымен де жаңағыдай курстарды сатып алып жұмысқа тұрған адамдар бар шығар, мүмкін возврат алған адамдар бар шығар, шынымен жұмысқа тұра алмаса да. Сондай кісілердің барлығы комментке жазып кетіңіздер, өте қызық болады біз үшін. Барлығын оқитын боламын.